Сәлеметсіздер ме, құрметті менің достарым. Бүгін сіздермен дәстүрден тыс әдіс-тәсіл арқылы сурет салатын боламыз. Ол үшін бізге осындай ермек саздың тақтайшасы керек, екі ақ парақ керек, және де бізге осындай сызғыш, кез келген сызғыш бола береді. Мен осындай сызғыш алдым. Қылқалам міндетті түрде, стаканға су құйып аламыз, және де бояулар керек. Бұл бояулардың ішінен біз жасыл түс, қызыл түсті пайдаланамыз, және көк түспен екінші суретімізді саламыз. Және де осындай пенка керек, көпіршік керек, осындай пенка керек, және салфетка керек. Ол салфеткамен біз артық заттарды сүртіп және қылқаламды тазалау үшін осындай салфетка немесе құрғақ кәдімгі майлықтарды да пайдаланса болады. Кез келген дүниені пайдалана беруге болады. Ал олай болса, қазір біз жұмысымызға кірісетін боламыз. Ол үшін біз алдымен пенкамызды қатты шайқап аламыз да, жаңағы тақтайшамыздың үстіне сызғышпен реттейміз. Біркелкі қылып жағуымыз керек. Мінекей, қарап отырыңыздар. Және ол пенкамыз біздің жұқа болып кетпеу керек асты. Өйткені суретіміз дұрыс шықпай қалады. Сол үшін осылай жағын бәрін дұрыстаймыз. Біркелкі қылып жағып шығамыз. Енді келесі бізде қылқаламызды аламыз. Бояу кірісеміз. Қызыл түсті аламыз да осындай жаңағы пенканың бетіне өстіп сеуіп шығамыз. Негізінде бір композиция салсаңыз да болады, бірақ енді мен бұл жерде осындай қазір көресіздер, жеңіл түрін алдым. Бізге енді бұл жерде қазір мындай таяқшамен осылай жасап шығамыз. Тура дәл суреттегідей қарап отырып істесеңіздер болады. Мінекей осылай айналдырып шығамыз. Жаңағы қызыл бояуларымызды. Жаңағы бұл жерде қарап отырсаңыздар, узор сияқты шығады. Барлығын осылай дұрыстап тұрып араластырамыз. Келесі енді жасыл түсті аламыз да жаңағы қызылдың астына себелеп шығамыз. Мінекей осылай әрқайсының астына. Бұл бізде жаңағы қызылымыз біздің гүл болады. Байқап отырсаңыздар, жаңа салған суреттен гүлге ұқсап тұр ма? Қараңыздар. Иә, әрине гүлге ұқсап тұр. Енді мынау жасылы бұл біздің гүлдің сабағы, жапырағы деп сөйтіп саламыз. Мінекей былай жаңағы шпажкамызбен, таяқшамызбен осылай жүргізіп шығамыз. Мына жерде кішкене бояу аз болып кеткен сияқты. Негізінде акрил краскасы болса да жақсы. Сонымен де әдемі салынады. Менде мына бар гуаш болғаннан кейін гуаш бояумен салып жатырмын. Бірақ бұнымен де әдемі жақсы шығып жатыр. Дәптердің бетіне ақ параққа салған кезде, ақ параққа түсірген кезде өте керемет сурет шығады. Осылай барлығын әдемілейміз, өзіміз композицияны өстіп жасаймыз. Мінекей, былай сабақтарын жасаймыз. Әдемілеп арасында таяғымызды сүртіп аламыз. Осылай жаңағы жапырақтарын да жасап жібереміз әдемілеп. Ал енді міне ақ парақты қоямыз. Әдемілеп қою керек. Үстін кішкене басамыз да сызғышпен біркелкі етіп осылай басып шығамыз. Себебі суретіміз дұрыс шығу керек. Қазір енді алып көрейік. Міне қараңыздар, бір қарағанда бір ешқандай сурет шықпаған сияқты. Міне қараңыздар мұқият. Суретіміз қайда кетіп қалған белгісіз, түсініксіз болып тұр да. Бірақ біз бұл жерде жаңағы үстіндегі қалған пенкаларды алып тастаймыз. Сол кезде біздің суретіміз анық көрінеді. Қараңыздар, жаңағы сызғышпен алғаннан кейін кішкене былай сырылып кетті. Негізінде қарасаңыздар, әдемі гүлдер шығып тұр. Енді осыны әдемілеп жіберсек болады тағы да. Жапырақтарын, сабақтарын кішкене салып, суретті әдемі салатын болсаңыздар, тіпті жақсы қылып жіберуге де болады. Суретті әдемі қылып жасап, осылай жасап
жасасақ та болады. Негізінде бұны балабақшада да жасатуға болады балаларға. Қарасаңыздар, бұл композиция осылай өте оңай балаларға жасауға болады. Және өте қызықты, бір ерекше әдіс тәсіл. Міне біздің суретіміз дайын болды. Енді қалған пенкамызды араластырамыз. Бұл жерде жаңа қызыл-жасыл түс бар, гуашымыз кетті, арасында араласып. Енді біз осының барлығын араластырып жібереміз қазір. Жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде де жаңағы пенкамыз жұқа болып кетпеу керек. Сол үшін әдемілеп дұрыстап жағамыз. Астын дұрыстап пенканы салып аламыз. Енді біз көк түсті аламыз. Бұл жердегі біздің қазір салатын суретіміз бұл толқындар. Теңіз деп алайық, теңіз деп алайық. Міне осылай көк түспен белгілеп шығамыз. Содан кейін бұны да жаңағы таяқшамызбен сызып толқындар жасаймыз. Ал біздің суретіміз дайын болды. Енді осы суретке бізде бұл толқын болып тұр, мұхит болып тұр деп алайық. Енді осыған толқындарды салып жібереміз. Осы суретке жапсыруды да қосып жіберсеңіздер болады. Қазір мына толқындарды көк түсті қағаздан қиып аламыз. Осыны жапсырамыз. Және де осының қасына осындай көк кит қиып аламыз да, бұны да жапсырып қоямыз. Бұл біздің суретімізге қосымша әдемілік беретін болады. Міне осыны балабақшада осылай балаларға жасатсаңыздар болады. Бұл жерде сурет және жапсыру іс-әрекеті бірге кетеді. Егер осы видео сізге пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып, және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.